Топан су Алланың ескертуі ме, әлде жай ғана табиғи құбылыс па? Құраннан бір кездеп көрейік. Құранда аты ең көп аталған пайғамбар Мұса алейхиссалам. Әсіресе оның мен өзін құдаймын деп жариялаған перғауынмен диалогтары, конфликттары, кездесулері көп баяндалған. Перғауын өзін құдаймын дейді, және де Исраил қауымын құл қылып, оларға зұлымды жасаумен айналысады. Мұсаға пайғамбарлық келген кезде екі миссия айтылады. Біріншісі, перғауынды тура жолға шақыр, сен құдай емессің деп айт. Екіншіден, Исраил қауымын өз отанына қайтарсын, құлдықтан босатсын деді. Бұны өткен оқиғаларда айтқан болатынбыз. Перғауынға қандай уағыздар айтылса да, қандай ескертулер жасалса да, ол тура жолға түскен жоқ. Одан соң Алла оған анық ескертулерін бере бастады. Соның біріншісі топан су. Перғауынның басқарып отырған Мысыр өлкесіне үлкен топан су келді. Су кірмеген жер қалған жоқ. Барлық үйге, перғауынның қамалына, әр бөлмеге су кіріп кетті. Перғауын тәкаппарлыққа салынды, мойындағысы келген жоқ. Бірақ халықтың, отбасының және өзінің мазасын алып қойды. Бұның Мұсадан келіп жатқанын сезді ғой. Сөйтіп Мұсаны шақырып: Мұса, болды, түсіндім. Не айттың өзі? Біріншіден, өзім құдай емессің деп айтайын ба? Жарайды. Екіншіден, Исраил қауымын босатайын ба? Жарайды, босатамын. Сұрашы құдайыңнан мына нәрсеге кетірсін. Мұса алейхиссалам перғауын тура жолға түсті деген үмітпен Аллаға дұға етеді. Алла топан суды қайтарады. Бірақ топан су кеткен соң перғауын қайта тәкаппарлығына салады. Өзі адамдар да сондай ғой. Жай кездері олай бұлай дейді, басына қиындық келгенде құдай дейді дегендей. Перғауын тәкаппарлыққа салынып, уәдесінде тұрмайды. Алла оған тағы да анық ескертуін береді. Мысыр өлкесін шегірткелер басып алады. Өз бір шегірткенің жауы, қаптауы деп айтып атады ғой, көшуі деп. Мысыр өлкесінде шегірткенің кірмеген жер қалмайды. Бүкіл астықтарды жей бастайды, бүкіл үйдің ішіне кіре бастайды, ұйықтап жатқан адам көрпесінің ішіне кіре бастайды. Халықтың, перғауынның, оның отбасының мазаларын ақ қояды. Перғауын Мұсаны шақырып: болды, Мұса, түсіндім. Кейінгі уәдемде тұрамын. Мына нәрселерді кетірші дейді. Мұса алейхиссалам Аллаға дұға етеді. Шегірткелер кете бастайды. Бірақ перғауын қайта тәкаппарлыққа салынып, өзінің уәдесінде тұрмайды. Мұса сұрайды: ей, сен уәде берген едің ғой? Уәдеңді орындасашы. Енді перғауын мүмкін ойлаған шығар, бұл енді Мұсаның жаңағы құдайының ескертуі емес, бір табиғи құбылыс шығар, жай ғана. Өтті, кетті, енді басымызға келмейтін шығар деп ойлады ғой. Сөйтіп уәдесін орындамайды. Бірақ Алла ескерту ретінде кішкентай, көзге көрінбейтін бейбіт бүргелерді жібереді. Олардың кірмеген үйі, кірмеген бөлмесі қалмайды. Барлық жерге кіреді. Перғауынның, оның отбасының, халықтың мазасын алып қояды. Қараңызшы, перғауын өзін құдаймын деп жүр, бірақ кішкентай, көзге көрінбейтін бір жәндіктерге әлі келмей қалды да. Мазасын алып қойды, денесінің бәрі қыши бастады. Сөйтіп Мұсаны шақырды: Мұса, болды, енді түсіндім, болды. Құдайыңнан тіле, мен уәделерді орындайтын болдым дейді. Мұса алейхиссалам Аллаға дұға етеді. Бүрге биттердің бәрі кете бастайды. Енді перғауын біраз жерге кетіп қалған ғой, өзін құдаймын деп жариялап, құлдарды жұмсап, бүкіл халықты соған сендірген ғой. Артқа қайтса, бір қорқақ сияқты, өзін бір төмен сезініп қалады ғой енді. Сөйтіп қайта уәдесін орындамайды. Алла тағы да ескерту жібереді. Бұл жолы Мысырды бақалар жаулап кетеді. Бақаның кірмеген, бармаған, жүрмеген жер қалмайды. Бүкіл тамақтардың ішіне араласып кетеді, бөлмелердің ішіне кіріп кетеді. Перғауынның және оның отбасының, жалпы Мысыр халқының мазасын алып қояды. Перғауын өзінің әдетіне салынып, Мұсаны шақырады ғой: Мұса, болды. Тілеші құдайыңнан, уәдемде тұрамын. Мұса алейхиссалам енді кең пейілді кісі ғой. Өзі пайғамбарлық жүрегі кең, көркем мінезді кісілерге беріледі ғой. Мұса алейхиссалам тура жолға түседі-ау деген үмітпен Аллаға қайта дұға етеді: я Раббым, жәрдем берші, мына нәрселерді кетірші деп. Алла тағала бақаларды да кетіреді. Бірақ перғауын қайта уәдесінде тұрмайды. Сөйтіп Алланың
келесі ескертуге келеді. Ол ескерту Мысыр еліндегі бүкіл су қанға айналады. Ішетін су, құдықтың ішіндегі су, өзеннің суы барлығы қанға айналады. Ойлаңызшы өзіңіз. Су тіршілік көзі ғой. Ал су қанға айналып кетсе қалай болады? Мысыр халқы, Перғауын да қатты қиналады. Сөйтіп Перғауын: болды Мұса, уәдемде тұрамын, Құдайымның сұра. Болды, мен шештім дейді. Мұса алейхиссалам дұға қылады. Қан қайта суға айналады. Бірақ Перғауын уәдесінде тұрмайды. Өзі Құранда айтады, Перғауынның жүрегі негізі сезді. Мұса алейхиссалам пайғамбар екенін, бұл ескертулер Алладан келіп жатқан. Бірақ бойын тәкаппарлық жаулап алған. Артта жол жоқ, артта Москва дегендей, артта жол жоқ, артта талай айтылып қойған сөздер, істеліп қойған істер тұрда. Перғауын арқа қайтайын десе қорқақ болып, бір жалки болып көрінгісі келмейді ғой. Сөйтіп уәдесінде тұрмайды. Мұса алейхиссаламның көзі жетеді Перғауынның тура жолға түспейтініне. Сөйтіп Аллаға дұға етеді. Алла тағала Мұсаға: Исраил қауымын жинап, теңіздің жағасына бар дейді. Мұса алейхиссалам түнделетіп, қауымын жинап, жүріңдер, мен сендер тура жолға бастаймын деп жинап, теңіздің жағасына алып барады ғой. Жағаға барады және Алланың келесі командасын күтеді. Сол уақытта Перғауынға хабар жетіп қояды: Мұса Исраил қауымын жинап қашып кетті деген. Өте қатты ашуланады. Әскерлерін жинап, арттарынан іздеп барамыз дейді ғой. Қараңызшы, қоя салса болады да, негізі қашып кетті осы. Солар кетсінші, солармен бірге бәлеге батыр, әйтеуір кетсінші жарайды болды деп жібере салмайды да. Арттарынан әскермен қуады. Мұса өзінің қауымымен теңіздің жағасында Алланың командасын, пәрменін күтіп тұрған кезде Перғауын әскерімен төбенің басына келеді ғой. Сол кезде Исраил қауымы: Мұса, не істедің бізге? Сен бізді опат етейін деп атсың ғой, өліп кетейін деп тұрмыз мына жерде. Не істедің өзі? Тып-тыныш өмірін сүріп жатқан едік қой, не істедің дейді. Сол кезде Мұса алейхиссалам: менің Раббым Алла мені тура жолға бастайды дейді. Қараңызшы, Мұса алейхиссалам пайғамбар екенін біледі, қолында керемет лақтырса жыланға айналатын жай ғана таяқ емес, бір күші бар таяқтың тұрғанын біледі да. Бірақ ол таяқты өзінің қалауымен қолданбайды. Және өзінің қалауымен қолданса да ол іске аспайтынын біліп тұр да. Мұса алейхиссалам жүрегіне иман толған ғой. Ол таяққа тәуекел етіп тұрған жоқ, жалғыз Аллаға тәуекел етіп тұр. Алла өзіне тәуекел еткен құлдарын жалғыз қалдырмайды. Мұса алейхиссаламға таяғымен теңізді ұр деп команда береді. Мұса алейхиссалам теңізді ұрғаны сол еді, теңіз қақ айырыла бастайды ғой. Бұл Алланың керемет мұғжизасы ғой. Және Құранда келеді, енді теңіз асты сулы топырақ, теңіз ашылған кезде жер батпақ болу керек қой. Бірақ Алла теңізді ашып берді және топырағы да құрғақ болып шықты. Сөйтіп Мұса өзінің қауымын бастап теңіздің қақ ортасынан өте бастайды. Перғауын көріп тұр, не болып жатқанын біліп тұр, тәкаппарлығы жібермейді да. Арттарынан қуамыз дейді. Енді Мұса қауыммен өтіп бара тұр, может проканайды дегенде ойлап тұр ғой, енді біз өтіп кетеміз деп. Арттарынан қуалайды. Мұса алейхиссаламның қауымы теңіздің ортасына келгенде Перғауын теңізге кіре бастайды. Мұса алейхиссаламның қауымының соңғы адамы теңізден шыққан кезде Перғауынның әскерінің соңғы адамы теңіздің ішіне кіреді. То есть Мұса қауымымен теңізден шықты, Перғауын толығымен әскерімен теңіздің ішіне кірді. Сол сәтте Алла теңізді жаба салады ғой. Перғауын әскерімен теңіздің ішінде қалады. Қараңыздаршы бауырлар, Алла тағала Мұса алейхиссаламды Перғауынға ескер, тура жолға шақыр деп жіберген уақыттан теңіз жабылғанға дейінгі уақыттың аралығы 40 жыл. Алла тағала өзін Құдаймын деп жариялаған адамның өзіне 40 жыл бойы ескертулер жіберді ғой. Алла тағала өте мейірімді. Өзінің құлдарын жазалағысы келмейді ғой. Соңына дейін ескертулер жібереді, мүмкіндік береді. Алла тағала Перғауынға топан суды да жіберді, шегіртке, бақа, тіпті Мұса мен Харун деген 2 пайғамбар жіберді. Бірақ Перғауын тура жолға түспеді. Теңізге батып жатқан Перғауын енді қайтар жол жоқ.
тәкаппарланатын мүмкіндік жоқ. Алла сақтамаса ешкім сақтамайтын түсініп, Аллаға иман келтіргісі келеді ғой. Мен Мұсаның Раббысын мойындадым деп. Сол кезде Алла енді ма дейді. Перғауын енді ма? 40 жыл бойы қайда болдың? Қанша ескерту жібердім? Қараңызшы қандай мәселе. Сондықтан жер бетінде Алланың рұқсатынсыз шыбын да қанатынға қалмайды. Біздің айналамызда болып жатқан топан су, жер сілкінісі барлығы Алланың ескертуі ғой. Әр адам өзіне керегін алу керек. Әрине адам болғаннан кейін күнә жасайды. Ескерту келді ма, Құдай өзі кешірсін. Білмейміз ғой, өлім сәті қашан келіп қалатынын білмейміз. Болды, тура жолға түсемін. Әркім өзіне керек ғибратын алу керек қой. Перғауын қалай жасады? Алланың ескертуі келгенде, топан су келді ма, шегір келді ма, бәрінде ескерту келген сәтте қиналды. Қиналған сәтінде тәкаппарланбады да. Алланы мойындады. Болды, Раббыңнан сұра деп. Бірақ қалай ескерту кетті, өзінің тәкаппарлығына салына бастады. Бізде қалай бауырлар? Бір жер сілкінісі болған кезде, немесе бір аспанды қара бұлт жаулап алған кезде ешкім әзілдеп тұрмады ғой. Бәрі паникада. Не істейміз? Қалай қыламыз? Үйлерінен шығып, қатты қорқа бастады, Бірақ қалай жер сілкінісі өтіп кетті. Аспан қайта көкке айналған кезде, TikTok, Instagramға кірсең, әрбір адам әзілдеп, жаңбыр жауса не болды, аспан тесіліп қалды ма? Аспан жаңа ғана жап-жарық көкпеңбек болып тұр еді, қап-қара болып кетті ғой, бұл немене қыздардың настроениесі сияқты, деген сияқты әртүрлі әзілдер кете бастады. Бауырлар, бұл ойнайтын нәрсе емес. Бір перғауынның кесірінен Мысыр халқы қалай зардап шекті. Сол сияқты болмайтын әзілдердің септігімен, болмайтын ойынның септігімен елімізге зиян тигізе алмайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл видеода ескерту бауырлар, жақындарымызға, достарымызға таратып, репост жасап қойық. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.